Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылым ерекше шығарылым болмақ. Өйткені бүгінгі шығарылым барысында біз Қазақстанның UFC тарихындағы, жалпы MMA тарихындағы ең алғашқы UFC-дағы main eventті бастайтын ерлер арасындағы 125 фунт салмақта нөмірі 8-ші орында тұрған отандасымыз Асу Алмабаев пен оның қарсыласы нөмірі 6-ші орында тұрған Португалия мен Анголаның атынан қатар өнер көрсететін Манел Капе арасында өтетін Fight Night'қа тоқталмақпыз достар. Достар, бұл шығарылым барысында біз бас аяғы 4 кездесуге тоқталмақпыз. Әрине, біздің ең алғашқы тоқталатын кездесу осы main event, яғни осы кештің басты кездесуі нөмір 6-ші орында тұрған Манел Капе мен нөмір 8-ші орында тұрған Асу Алмабаев арасында өтетін тартысты кездесу болмақ. Біз білетіндей Манел Капе бас аяғы карьерасында 27 кездесу өткізіп, оның 20-сында жеңіске жетіп, 7-еуінде жеңіліске ұшыраған. Манел Капенің соңғы 3 кездесуіне тоқталатын болсақ, бұл жауынгер UFC Тампада өткен жылдың желтоқсан айындағы Fight Night'та бразилиялық Бруно Сильваны жеңгенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде UFC 304 турнирінде дағыстандық Мухаммад Мукаевқа төрешілердің шешімімен жеңілгенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуде UFC 293 турнирінде Манел Капе бразилиялық Фелипе дос Сантостан басым түскенін білеміз достар. Ал қазақтың MMA тарихындағы ең алғашқы UFC-дің басты main eventінде өнер көрсететін жауынгеріміз Асу Алмабаевтың рекордына тоқталатын болсақ, бұл жауынгер бас аяғы карьерасында 23 кездесу өткізіп, соның 21-інде жеңіске жетіп, 2-еуінде жеңіліске ұшыраған. Асу Алмабаевтың соңғы 3 кездесуіне тоқталатын болсақ, біздің жауынгер өзінің соңғы кездесуінде өткен жылдың Fight Night'тардың бірінде бразилиялық Матеус Николаудан басым түскенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде біз білетіндей Асу Алмабаев американдық ұзынтұра бойлы Хосе Джонсоннан төрешілердің анық шешімімен жеңіске жеткенін білеміз. Ал оның алдындағы кездесуінде UFC 299 турнирінде Асу Алмабаев американдық CJ Вергарадан басым түскен болатын. Біз білетіндей Асу Алмабаевтың жалпы күрес стилі, грэпплинг стилі, сонымен қатар тік тұрып соғысу мен карате стилінің өте жоғары деңгейде екенін атап өтейік. Ал оның қарсыласы Манел Капеге келетін болсақ, Манел Капенің де жалпы бокс стилінің өте жоғары деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар бұл жауынгердің джиу-джитсу стилінде өте жоғары екендігін атап өтейік достар. Сарапшылардың пікірі бойынша біздің отандасымыз Асу Алмабаев бұл кездесуде фаворит болып отыр. Менің ойымша бұл кездесуде біздің отандасымыз Асу Алмабаев Манел Капені төрешілердің шешімімен болмаса сабмишнмен жеңіске жетуі тиіс деп ойлаймын. Hey Dana, McMahon, give me one chance for the fight, the belt. One chance. I'm ready. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында 70 кг салмаққа дейінгі өтетін тартысты кездесу болмақ. Марокко елінің өкілі Насрат Хакпараст пен оның қарсыласы аргентиналық Эстебан Рибовикс арасында өтетін өте тартысты кездесу болмақ. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік аргентиналық Эстебан Рибовиксті фаворит ретінде көріп отыр. Өйткені Эстебан Рибовикстің жалпы бокс стилі мен тік тұрып соғысу стилі, сонымен қатар күрес стилінің де өте жоғары деңгейде екенін білеміз. Эстебан Рибовикстің соңғы кездесуіне тоқталатын болсақ, бұл жауынгер өткен жылы UFC 306 турнирінде мексикалық Дэниел Зелхувермен өткен өте тартысты қан жосуға толы кездесуде төрешілердің шешімімен басым түскен болатын. Ал оның қарсыласы Насрат Хакпарасқа келетін болсақ, бұл жауынгердің джиу-джитсу стилі, күрес стилі, сонымен қатар тік тұрып соғысу деңгейінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Өзінің соңғы кездесуінде марокколық жауынгер өткен жылдың маусым айында өткен UFC Fight Night'тардың бірінде американдық Джаред Гордоннан басым түскенін білеміз достар. Бұл кездесуде менің ойымша аргентиналық Эстебан Рибовикс Насрат Хакпарасты нокаутпен, техникалық нокаутпен болмаса төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында 170 фунт салмаққа дейінгі өтетін тартыс кездесу болмақ. Біздің отандасымыз Николай Веретеневтің UFC-дағы алғашқы дебюті барысында қарсыласы атанған американдық Дэнни Берло мен оның қарсыласы ағылшын елінің өкілі Сэм Петерсон арасында өтетін керемет кездесу болмақ.
Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік ағылшын жауынгері Сэм Паттерсонды фаворит ретінде көріп отыр. Өйткені Сэм Паттерсон жалпы тік тұрып соғысу стилінің өте жоғары деңгейде екенін атап өтейік. Сонымен қатар бұл жауынгердің жалпы нокауттық күші зор екендігін білеміз. Сэм Паттерсонның сонымен қатар джиу-джитсу стилі мен грэпплинг стилінің өте керемет деңгейде екенін атап өтейік. Ал американдық Дэнни Барлоудың жалпы тік тұрып соғысуы стилі, сонымен қатар бокс стилінің өте керемет жоғары деңгейде екенін білеміз. Бұл кездесуде менің ойымша ағылшын жауынгері Сэм Паттерсон американдық Дэнни Барлоуды төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. Біздің соңғы тоқталатын кездесу бұл ерлер арасында 125 фунт салмаққа дейінгі, яғни ерлер арасында 57 кг салмаққа дейінгі өтетін тағы бір кездесу болмақ. Осы салмақтағы тағы бір отандасымыз Азат Мақсумның жеңілісіне себепкер болған, яғни Азат Мақсуммен өте керемет кездесу өткізген американдық нөмір 12-ші орында тұрған Чарльз Джонсон мен оның қарсыласы небәрі UFC-да екінші кездесуінде топ 15-ке кіретін қарсыласты алып отырған өзбекстандық Рамазан Тимиров арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Сарапшылардың көбісі бұл кездесуде Өзбекстан өкілі Рамазан Тимировты фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей Рамазан Тимировтың бокс стилі мен тік тұрып соғысу стилі, сонымен қатар күрес стилінің өте жоғары деңгейде екенін атап өтуіміз керек. Ал американдық Чарльз Джонсонға келетін болсақ, Чарльз Джонсонның да жалпы бокс стилі мен тік тұрып соғысу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Өйткені бұл жауынгер жалпы қарсыластарын нокаут пен техникалық нокаутқа жіберуге әбден құмарақ. Чарльз Джонсонның сонымен қатар джиу-джитсу стилінің өте жоғары деңгейде екенін атап өтейік. Менің ойымша бұл кездесуде американдық Чарльз Джонсон фаворит болуы тиіс. Чарльз Джонсон өзінің UFC-дағы тәжірибесіне сүйене отырып, өзбекстандық Рамазан Тимировты кемінде төрешілердің шешімімен болмаса сабмишнмен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін, достар. Ал сіздерше, достар, Асу Алмабаев пен Манел Капе бастаған UFC Fight Night-тағы кездесулер бойынша ойларыңыз қандай? Міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Бастысы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Асу Алмабаевтың жеңісіне кәміл сенеміз, достар. Келесі жолыққанша.